Мұқағали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Қобаш Жанерке Жомартқызы. Мен таңдаған тақырып, мен таңдаған мамандық жазушы. Сөз арқылы адамның жан дүниесіне жол ашатын, қоғамға рухани әсер ететін, мәңгілік мұра қалдыратын қасиетті мамандық. Бұл мамандық не үшін маған тартымды? Сөздің күші, жазушы мамандығы маған ерекше тартымды. Себебі сөз арқылы адамның ойына, сезіміне, дүниетанымына терең әсер етуге болады. Әрбір адамның өмір жолы, ішкі жан дүниесі, қуанышы мен қиындығы бар. Осы барлық құндылықтарды көркем тілмен бейнелеп, оқырманға жеткізу үлкен жауапкершілік. Менің армандарым мен жазушы болу арқылы қоғамдағы маңызды мәселелерді көтеріп, адамдарды ойландыруға және рухани тұрғыда дамытуға үлкен үлес қосуды қалаймын. Әр шығарма бұл жазушының жан дүниесінің бір бөлшегі, оқырманмен жүргізілетін сырлас әңгіме, адамзат тарихындағы із. Мамандықтың шығу тарихы. Мамандықтың шығу тарихы 4 кезеңнен тұрады. Ауыз әдебиеті, жазба әдебиет, қазіргі кезең және кәсіби мамандық. Мамандықтың мазмұны. Жазушы көркем шығармалар арқылы өмір шындығын бейнелейтін, қоғамға рухани әсер ететін шығармашылық тұлға. Бұл мамандық үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Өйткені жазушының әрбір сөзі оқырман жүрегіне жол табады. Жанрлық көптүрлілік. Жазушы әңгіме, повесть, роман, пьеса, эссе сияқты әртүрлі жанрларда еңбек етеді. Образдар жасау. Кейіпкерлер образын жасап, олардың мінезін, тағдырын, ішкі жан дүниесін терең ашу жазушының негізгі шеберлігі. Әлеуметтік мәселелер. Қоғамдағы әлеуметтік, адамгершілік мәселелерді көтеріп, оқырманға ой салады. Эстетикалық әсер. Көркем тіл арқылы эстетикалық әсер береді, оқырманның көркемдік талғамын қалыптастырады және рухани дүниесін байытады. Менің сүйікті жазушыларым Бердібек Соқпақбаев және Сайын Мұратбеков. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі маған қатты ұнайды. Осы арқылы мен өзімнің сауатымды ашқан болатынмын. Жазушыға қажетті қасиеттер. Жазушы болу үшін тек таланттың өзі жеткіліксіз. Үздіксіз еңбек, өзін-өзі дамыту және көптеген қасиеттерді қалыптастыру қажет. Нағыз жазушы өмір бойы үйренетін, ізденетін, өсетін тұлға. Ол үшін бай сөздік қор, шығармашылық ойлау, байқағыштық, сезімталдық, сабырлылық, үздіксіз оқу керек. Мамандықтың екі жағы. Кез келген мамандық сияқты жазушылықтың да өзінің артықшылықтары мен қиыншылықтары бар. Бұл мамандықты таңдау үшін оның барлық жақтарын білу маңызды. Оң жақтарына келсек, шығармашылық еркіндік, рухани әсер ету, өзін-өзі жүзеге асыру және мәңгілік мұра. Мәңгілік мұраның бірін айтсам, шығармалардың ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Сенің атың мәңгілікке қалады. Бұл өлмейтін рухани байлық. Ал қиындықтарына келсек, тұрақсыз табыс, шабыттың тұрақсыздығы, үлкен жауапкершілік, үздіксіз ізденіс. Біреуін айтсам, шабыттың тұрақсыздығы, шығармашылық шабыт әрдайым бола бермейді. Кейде ұзақ уақыт жаза алмайтын кезеңдер болады. Соған қарамастан, жазушылық жақсы мамандық. Қайдан білім алуға болады? Жазушы болу үшін міндетті түрде арнайы білім алудың қажеті жоқ. Бірақ білім шеберлікті жетілдіруге көмектеседі және кәсіби байланыстар орнатуға мүмкіндік береді. Филология университеттерінде оқуға болады. Мынандай университеттер бар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті және шығармашылық курстар, әдеби үйірмелер, өзін-өзі дамыту жерлерінде оқуға болады. Жұмыс істеуге болатын салалар. Жазушылық білім мен дағды көптеген салаларға қажет. Таза шығармашылықпен айналыспай-ақ, өз қабілеттеріңді әртүрлі бағыттарда қолдана аласың. Мысалы, баспасөз, бұқаралық ақпарат құралдары, кино және театр, аударма және реакция, контент жазу және білім беру. Білім беруде мұғалім болуға болады. Маманның мансаптық өсуі және қорытынды. Мансап жолы. Жазушы ретінде алғашқы шығармалар жариялаудан бастап, жеке кітаптар шығару, әдеби сыйлықтарға қатысу, танымал автор атану мүмкіндігі бар. Сонымен қатар сценарист, редактор, ұстаз ретінде де кәсіби дамуға жол ашады. Еңбек нарығындағы сұраныс. Қазіргі ақпаратты қоғамда сапалы мәтін жазылатын мамандарға сұраныс артып келеді.
электронды кітаптар, медиа, кино және интернет саласы кәсіби авторларды қажет етеді. Контент-маркетинг дамып, компаниялар өз брендтері үшін тартымды және әдемі мәтіндер жазатын мамандар іздейді. Сондықтан жазушы мамандығы өз маңызын жоғалтпай, керісінше жаңа мүмкіндіктер ашып келеді. Менің ойым, жазушы қоғамның рухани дамуына үлес қосатын, мәңгілік мұра қалдыратын тұлға. Бердібек Соқпақбаев пен Сайын Мұратбеков шығармалары мені осы мамандыққа шабыттандырады. Өйткені олардың туындылары адам жанын терең түсінуге, өмірді шынайы қабылдауға үйретеді. Мен де болашақта осындай мазмұнды әрі тәрбиелік мәні бар шығармалар жазуды мақсат етемін. Қазақ әдебиетінің дамуына өз үлесімді қосып, оқырман жүрегіне жол таба алатын туындылар жасағым келеді.